Менің парақшамда дәрілер классификациясы деген видеоларды көрген боларсың. Саған сол классификациялардың негізгі маңыздылығын түсіндіргім келіп тұр. Себебі мен классификацияларды жаттап, фармакологиядан экзаменнен жақсы нәтиже алғам. Классификация не үшін қажет? Қараңыздар, белгілі бір ауру бар, и ол ауруға емделетін препараттар бар. Сол емделетін препараттардың біз классификацияға жіктеп тастаймыз. Ол классификацияның маңыздылығы сол ауруға дәрілердің қалай әсер етуіне байланысты жіктелуі. Түсіндіңіздер ма? Фармакологияның экзаменінде сіздерге классификация бойынша көп келеді. Әрине механизм бойынша да келеді, но классификация жақсы білуіңіз керек бәрібір. Енді қараңыз, механизм ол үлкен, біз фармакология курсында да айтып жатырмыз, оның ютубта да бар көп үлкен, бірақ классификация азғантай, бірақ оны жаттап алу қиын. Мысалы мен де өзім содан қиналатынмын, бірақ соған көп уақытымды арнап жаттап күшті нәтиже алғам. Сол үшін осы классификацияларды жібермей барлығын жаттап ал, алда экзаменнен жақсы өтіп кетесің. Ал ары қарай механизмдерін білмейтін болсаң, YouTube қара, кітап қара, ол жерден түсінбей жатсаң, менің курсыма кел, жеке жалпы фармакология бар, содан қарап үйреніп ал. Механизмді бір көріп алсаң